Қосны Хорлан спектаклі мен жалпы Естайдың Қосны Хорлан әні барша қазақ жеріне кең тараған. Жалпы бұл спектакль қазақ театрларының сахналарында көптен бері қойылған жоқ. Сондықтан біз Құлымбетов Ержан Мейрамбекұлы шеберханасының студенттері бұл спектакльді Қазақстанның кейбір қалаларында да және де Мәскеудің әлемге танымал сахнасына қойып келдік. Ал енді бұл спектакльдің ерекшеліктеріне келетін болсақ, бұнда кіршіксіз махаббат, жастардың көтеріңкі көңіл күйлеріндегі көріністер және де Хорланның көз жасы көрінеді. Өзім сомдайтын рөліме келетін болсақ, Хорлан басты рөлдердің бірі, Естайдың ғашығы. Естай мен Хорланның арасына түсетін тағы бір кейіпкер, ол Торсықбай, сол кездің байы. Оның байлығы сол уақытта шексіз болған кез. Сондықтан да Хорланның әкесі Сұлтанбай Хорланды сол байға тұрмысқа, яғни тоқалдыққа берді. Қазіргі кездің көзімен қарайтын болсақ, Торсықбай ең жауыз адам. Ал сол кездегі көзбен қарайтын болсақ, Торсықбай жауыз емес, мүмкін тіпті көпшілік сыйлайтын адамдардың бірі болған шығар. Ал Хорлан бұл қарагөз, таза қазақ нақышта тәрбиеленген қыздың образы. Айта кететін жайттың бірі, мен үшін шетел шығармаларындағы бейнеленген образдарды мен ойнап шығуым мүмкін. Әрине оңай рөлдер жоқ, бірақ Хорланды ойнау үшін мен әлде қайда көп тырыстым, және ол маған қиынырақ болды. Өйткені біріншіден бұл оқиға шын мәнінде болған оқиға, және Хорлан ол жай ғана кейіпкер емес, ол шын мәнінде өмір сүрген Естайдың сүйіктісі болған қыз. Және сол мінсіз таза қазақ қызының образын алып, өзге ұлттардың көзінше басқа елде көрсетіп, алып шығу мен үшін оңай болған жоқ. Сондықтан бұл образбен мен көп жұмыс жасадым. Және үлкенге құрмет, кішіге ізет, ұяңдық, қаталдық, қызды қырық үйден тыю секілді қазақ қызына тән қасиеттер осы Хорланның бойында табылады деп ойлаймын. Өкінішке орай Хорланның тағдыры оңай болған жоқ. Ақыры ол Торсықбайға күйеуге шығып, өмір бойы өзінің көз жасымен қоштаспай, Естайды мәңгі сүйіп өтеді. Естай да Хорланды жүрегінде сақтап, еш ұмытпаған жан. Оған дәлел болатын Естайдың «Бір қыз бар Маралдыда» деп басталатын әні. Бір қыз бар Маралдыда, хорлығайын, табиғат берген екен, күн мен айын. Мұратқа іздеген жан бар жетпес, дариғай арманым көп, не қылайын, ахау арман, хусни Хорлан, екі ай бағлан, екеуі туған екен бір анадан, екеуі туған екен
бір анадан